Сәлем достар, Ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен келесі мынандай ойынды ойнайтын боламыз. Яғни бұл ойын Рамазанға қатысты викторина деп аталады. Баршаларыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ойын жалпы 20 сұрақтан тұрады. Ойлануға әдеттегідей 5 секунд уақыт беріледі. Бұл ойынды жасаған себебім Рамазанға қатысты білімдеріңізді толықтырып немесе бір қайталап алуларыңыз үшін жасадым. Достар, ойынымызды бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, себебі осы аптада көптеген видеолар шығатын болады. Бірінші сұрағымыз, қай ай ораза айы болып табылады? Рамазан, әрине. Қай уақытқа дейін ауыз бекітіп үлгеру керек? Бамдатқа дейін, таң намазына дейін. Рамазанда ең көп тұтынылатын жеміс? Құрма. Рамазанда қай ғибадат парыз емес? Тауарих. Кімдерге ораза тұту парыз емес? Балаларға. Биылғы пітір садақа мөлшері қандай? 655 теңге. Рамазан біткеннен кейінгі мейрам? Ораза айт мейрамы. Рамазаннан кейінгі келетін ай? Шәуел. Қадір түні қай уақытта болады? Соңғы Рамазанның 10 күндігінен іздеу керек. Оразаны не бұзады? Әдейі тамақ жеу. Қай садақаны ораза айтқа дейін беріп үлгеру керек? Пітір садақаны. Ораза айтта қандай намаз оқылады? Айт намазы. Рамазан қанша күнге созылады? 29-30 күн. Ораза ұстаудың негізгі мақсаты неде? Алла разылығын алу. Рамазанда қандай құлшылық бастысы? Ораза тұту. Құранда қанша сүре бар? 114 сүре бар. Құран неше парадан тұрады? 30 парадан тұрады. Ораза кезінде месуак қолдануға болады ма? Болады. Ораза кезінде ауызды сумен шаюға болады ма? Болады. Тек суды жұтып қоймау керек. Осымен достар, бұл біздің ең соңғы сұрағымыз болатын. Ойынымыз ұнаса, викторинамыз ұнаса, каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк қойып, және осы ақпараттар сіздерге пайдалы болды ма, білімдеріңізді толықтырдыңыздар ма, қайталадыңыздар ма, соны комментарийді жаза кетсеңіздер болады. Сонымен қатар келесі видеоларды жіберіп алмау үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бұл каналда сіздер үшін қызықты видеолар және пайдалы видеолар болатын болады. Каналыма тіркелген әрбір адам үшін алғысымды білдіремін. Міндетті түрде видеоның астындағы описание бөлімін оқып кетіңіздер, себебі менен сіздерге сыйлықтар бар. Ол үшін сол описаниедағы шарт орындалуы керек. Каналыма тіркелген әрбір адам үшін алғысымды білдіремін. Бұл мен үшін өте үлкен мотивация. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.